Желтоқсан айының жылқылардың бағасын түсіретін боламыз. Каналға тіркелмей көріп отырғандарыңыз болса, тіркеліп қолдап жіберіңіздер. Апта сайын жаңа видеолар түсіріп отырамыз. Малдың бағасын біліп отырыңыздар. Қоңырауды басып қойыңыздар, видео жіберіп қолданыс үшін. Айғыр істі жау екен. Әдемі. 6 жасар. 6 жасар екен. Жабы. $650 deyip бағасы. Елтай жатты. Күліп тұр ма? Ұрғашы ғой, е? Еркек петенкі. Еркек тай дейді. Қанша еді бағасы? 350 дейді. Мынау? 550-ге дейді. Арғы. Соттың айтшы? 778 690 29 81 екеуі де Чапайдікі жаңағы нөмерге хабарласасыздар. Мынау қара қанша сұрап тұр екен? 600 дедім бе? 600-ге дейді. Бағасы қанша ма, брат? Теңк ма? 650-ге болар жері? Келесіміз? Саудасы бар дейді. Соткынды айтасың ба? 702 118 1011 осы нөмерге хабарласасыздар. Ұржарт болса? Ұржарт дейді. Неше жасар мынау? 3-ге келді ме? 2-ден асты ғой үші. Еркектай бір жарым жасар. 370 деп тұр бағасын. Қолымды бе Чапайдікі қолын арғысы 700 сұрапты екен. Onur 8778 143 4270 осы нөмерге хабарласып салғыласыздар. Чапайдікі. Бөлек 200 дейді. 550-ге дейді. Чапайдікі тоже. Мінгі. Жуас. Еті жуас. 25 беріп тұр деген тұрмын. 125 беріп тұр. Берген жоқ дейді. Ұржарт болса? Бір жарым жасар ма? Бір жарым жасар папарашкы ұрғаш. Соткыңызды айтасыз ба? Телефон нөмірін айтасыз ба? Кімі? Өзіңіздің? Телефонның ұрғаны мен жақты болмеймін. Жақсы. Ұржарт болса? Торы. 650-ге дейді бағасы, саудасы бар дейді. 3 жасар дейді.
480 suraptır eкен. Saudası var deydi. Gelsemiz deydi. Bagaj. Yesiyemiz eкен. 670 suraptır. Saudası var deydi. $680 eкен бағасы. 8-ден 9-ға кеткен дейді. Бүгінгі жылқылардың бағасы мөлшерімен осындай. Каналға тіркелмей көріп отырғандарыңыз болса, тіркеліп жазылып қойыңыздар. Каналды қолдап жіберіңіздер. Саудаларыңыз саудалы болсын.